Химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе және де химия есептерін өз бетіңізше нөлден бастап шығарып үйренгіңіз келсе, менің арнама тіркеліп алыңыз және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мінекей достар, мен есептің берілген шартын осылай жазып қойдым. Яғни бұл жерде бізде белгісіз элемент, қосылыстар берілген. Деген бұл элемент, бізде белгісіз элемент, осы элементті анықтау керек. Есептің шартында берілгені осы элементтің 4 валенттілі екендігі және оның оксиді мен хлорид қосылысы берілген туралы айтылған, және де олардың осы екі қосылысының молекулалық массаларының қатынасы ғана көрсетілген.